Көктөбе ана бұлақ емдік суы дертке шипа. Қазғұрттан шығатын бұл суды ішіп ауруынан айығып жатқан адамдар саны артып отыр. Табиғи тіршілік нәрі талайдың дертіне ерекше дәрідей әсер етеді. Қара судың құдіретін қараша халық мойындаған. Тақырыпты тілші тарқатады. Көктөбе ана бұлақ емдік ауыз суынан дертіне шипа тапқандардың бірі Айман Қасымқұлова. Апайдың кезінде асқазан ауырып, талай аурухананың табалдырғын тоздырыпты. Қораптап дәрі ішіп, панкратит ішке құрылысындағы ақауларды кетіре алмаған, амалым таусылдау деп жүргенде Көктөбе ана бұлақ емдік суын кездестірген. Осы суды ішіп дертінен сауыққан су ішкелі, 60 талқындаған апайдың бойында қуат, жүзінде шуақ пайда болған. УЗИға түстім, сол жерде дәрілерді алып жүрдім, кейін асқазаным ауыртпашылық болған екен. Осы суға көштім мен. Бұл су өте жақсы маған әсер берді. Бірінші кезде сәл ішіп ойландым, сәл күдік болды, бірақ қазір күдік жоқ. Себебі мен алып ішіп осының результатын көріп жүрмін. Алғаш кезде ашқарынға ішіп жүрдім. Ашқарынға ішіп жүрген кезде сразу байқалды. Бірінші, екінші күн сразу байқалды. Одан кейін уже тамақтан кейін де ішем. Себебі тамақ сіңгіргенге де жақсы. Су өте жұмсақ. Құрамында не бар екенін мен жақсы білмеймін, бірақ та жақсы әсері бар екенін білемін. Сосын мен келген кезде құжаттарын сұрадым. Қандай құжаттар бар, тиісті құжаттар бар ма, тексеруден өткен ба деп. Сонда жігіттер осы жерде көрсетті, құжаттарын бәрін көрсетті. Емдік су Алматыдағы Республикалық ішкі аурулар және кардиологиялық зерттеулі институтынан тексеруден өтіп, қорытындысын алған қасиетті су жүрек, қан тамырлары, асқазан, бауыр, бүйрек, өт жолдарына таптырмайтын шипа. Сонымен қатар қант диабеті, зат алмасу, эндокриндік жүйе, несіп жолдары секілді түрлі ауруларға ем. Қазғұрт суының қасиетін тіпті дәрігерлер де мойындап отыр. Адам ағзасына өте пайдалы қасиеттері бар екені дәлелденгеннен кейін соны дәрігерлер қауымы бұны арнайы бір өзінің органдарында бір аурулары бар, ішкі ағзасындағы аурулары бар адамдарға өте ем қасиеті күшті минералды су екенін ұсынамыз. Бұны бірнеше рет өзім қолданып ішіп көрдім. Өндірушілер Көктөбе ана бұлақ емдік ауыз суын Қазақстанның кез келген жеріне жеткізіп беруге дайын. Іскер жігіттер саудадан бөлек аурудың сауабын алуға асық. Бұл суды қоспасыз табиғи Көктөбе ана бұлақ суын қазіргі таңда барлық Қазақстан бойынша жеткізіп жатырмыз. Яғни біздегі тура осындай дүкендеріміз Қызылорда, Алматы, Астана, Түркістан қалаларында және Шымкент қаласында бұдан бөлек, Бекжаннан бөлек екі жерде дүкендеріміз бар. Тек қана осы Көктөбе ана бұлақ суын сатамыз. Егерде көптеген адамдар қазір сұранысқа ие болып жатқан суды біз доставка арқылы Батыс Қазақстан болсын, Солтүстік Қазақстан болсын, Орталық Қазақстан болсын, барлық қалаларға жеткізіп жатырмыз. Бұл суды ішкен науқастар 15-20 өтім туралы алып едім ғой, өтімде тастар үлкейіп кеткен. Кешегі айдың басында УЗИға түскенбіз, сонда тастарың үлкен болып тұр, уже операцияға приступсыз операция жасауға дайын тұрсыз деді. Өтіңіз тасқа толып тұр деді. Содан 5 баклажкасын алып іштім. Кеше барып түстім күні кеше. Өтімдегі тастар кішірейіпті деді. Енді тағы 5 баклажка алып тағы ішейін деп жатырмын. Осы ішіп болып тағы УЗИға түсіп, сонда результатын көремін. Сол ана көршілерім де жан-жақтағы естігендердің бәрі келіп, сол сіздің осы нөмірді сұрап, бәріміз де аламыз, ішеміз деп жатыр. Бауыр алғанда да пайда, ұйқы безіне бәріне пайдалы екенін біліп, енді оларды аламыз деп жатыр. Көп адамдар осы нөмірді сұрап алып кетіп жатыр мен. Сіздерге айтатыным, мына судың қасиеті өте керемет, тамаша, барлық ауруға шипасы бар бұл судың, өте тамаша су. Мынаны ішсеңіздер, мына жүрек тамырларына, мына аяқ буындарына, тамырларына бәріне көмек береді, және көзі ауырған адамдардың көзіне, тамырларына ем береді, шипасы, өте шипасы көп бұның. Алғашқы 3 күннен ақ, 4 күннен ақ белгілі болады шипасы. Бұл судың қасиеті өте тамаша, ана бұлақтың нағыз тамаша су. Нағыз таптырмайтын су. Мынау дәрі ішкеннен гөрі осы суды ішсеңіздер өте пайдасы көп бұл судың. Халыққа ем болады, ауырған адамға шипасы көп бұның. Айтайын дегенім осы. Инстаграм арқылы таптым. Инстаграмда осы ана бұлақ деген Шымкенттен шығып жатыр деп. Қанша ай алдың? Осыдан 6 ай бұрын менің күйеуім инсульт алып, содан Инстаграмда осының рекламасын көрдім де, сол как раз қызым Шымкентке командировка барған, мен алдырттым осыдан.
сразу 4 баклажкасын алдырдым. Соны мен жалғасып мен 25 баклажкасын күйеуіміз екеуміз іштік. Оның инсульты, ПП жақсы, жағдайы жақсы қазір аздап қана несімізді. Өзімде өтімде тасым болған, өзімде тасым кетті деді. Тасым кетті, иә. Сосын давление нормализоваться етті. Қазір мен давление өлшеуді қойып постоянно қасымда жаңа өлшейтін түспейтін еді, осы күні өлшемейді екен. Осы суды ішкеннен кейін давлениеңіз өлшемей қойдыңыз? Сол определенный уақыттан кейін, бір-екі айдан кейін ба, мен қараймын, мен вообще давление өлшемейтін болдым. Өзіңізді түсінбей қалдыңыз ғой енді? Түсінбей қалдым мен. Осы күні ойлаймын, мен обычно давление өлшейтін қасыма қойып қоямын да, тек постоянно контрольда ұстайтын. Бұл жолы мен что-то өзім байқаймын. Осы мен давление өлшемей кеттім. Любой уақытта осы күні қарасам, где-то 120-80 сол нормада ұстап тұр. Енді давлениесі барлар инсульт алғандарға профилактикалық ретінде қолданса болады, иә? Мен өз басым ойлаймын. Ішкі тұтынушымыз келіп тұр, аға сізге қалай көмектесті? Мен больницаға жатқанмын, как раз. Сол больницаға жатқанда осы үйге ағама келіп кеп. Сосын осы әдісін айтты. Сол енді сол тас қармай қалды ғой, врачтардың өздері. Бауырыңызда тас болған? Бүйректе. Бүйректе тас болған? Операция дайындаған ғой. Операция дайындаған. Осы суды ішкеннен кейін сол пайдасы тиіп тас жоғалып кетіп тұр ғой. Сосын кеше шығарып берді ғой тастармай. Бесіліп түсіп деңгейін келіп. Бесілде тармап тасты. Өте керемет аға. Менің қалай көмектесетін жай бір қарапайым қара су, ақ су ғой ішіп отырған ше. Как это может так помочь ше? Ойбай, шок болып отырмын. Расымен де сөзім жеткізіп айта алмаймын мен сізге, енді ішіндегі эмоциямды жеткізіп айта алмаймын. Ой, мұнда бір уақыт ем болсын, ем болғанына біз өте қуаныштымыз. 5 жыл ауырды ғой, 5 жыл аяғына жазып қалай үйіл басталады. Мынау неден аяқтың үстінен аяққа дейін қысарып кетеді ғой, сразу ше, ол бала қолын басын қышитта отырады. Фенистил жағамыз гормональный дәрі ғой, фенистил деген. Сосын дәрі ішетін түгінше супрастин. Енді мен бұл баланы іштей емдедім, іштей су ішіп таңертең ашық қарынға беремін, и заодно аяғын сүртіп отыратын түгінше. 5-ақ күннің енді мен, как это так? Дәрігерлер дабыл қағуда. Бүйрек жұмысы нашарлап, аяқ астынан денсаулық сыр беруі мүмкін. Күнделікті қажетті мөлшерде су ішпеген адамның жай-күйі осылай болмақ. Тіпті қан айналымы баяулап, бас ауруы да жиілейді. Терісі құрғап, адам тәні ерте қартаяды. Ал сапалы ауыз су іздесеңіздер, Қазығұрт баурайында өндірілетін Көктөбе анабұлақ суын тұтына аласыздар. Тіршілік көзінің татымы қалай, саулығыңыздың қалыпқа келуіне қалай сеп болады, толығырақ Нұрдәулет Сыздық айтып берсін. Қазығұрт тауының қайнар бұлағынан шыққан су дертке дауа, жанға шипа. Өңірде өндірілетін тіршілік көзінің пайдасы мол көрінеді. Мамандар судың жүрек қан тамырларына, асқазан, бауыр, бүйрек жүйесіне, өт жолдары мен қан қысымын реттейтінін айтады. Сондықтан болар Көктөбе анабұлақ суын тұтынатындар көп. Тұрғындар тіршілік нәрін тек емдік қасиеті үшін ғана емес, дәмі жағымды болған үшін де таңдайтындарын айтады. Қант диабетімен, асқазан жолдары, язвамен ауыратын адамдарға бүйрек бауырда тас жолдарын, тұздың жиналып қалуы деген сияқты ауруларды біртіндеп жойып жатыр. Менің сол жақ қабырғам асты ауыратын, үнемі тамақ ішкеннен кейін тамағым қорытылмайтын. Енді соған жақсы көмегі тиіп жатыр. Қазір ол ауырсынғанның барлығы қойды. Сосын сәл салмақ тастау бар. Одан кейін өтімде тас бар енді менің. Оны енді тағы да 1-2 курс алып ішіп, содан кейін УЗИге түсіп байқап көрем. Ауыз су Түркістаннан бөлек еліміздің тағы 6 қаласында сатылады. Кәсіпорын кең құлаш жайып, ел нарығын толық қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Мекеме өз өнімінің зор сұранысқа ие боларына сенімді. Себебі олар ұсынатын тауар түрі түрлі минералға бай. Ғылыми институтта арнайы зерттелінген, яғни дәлелденген су. Жыл сайын біз осы суды тексертіп отырамыз ғылыми институтта. Бұның құрамын зерттесе, яғни кремний өте жоғары екен. Және де pH деген жоғары мөлшерде көрсетеді. Көп суларда негіз көрсетпейді. Сонысымен біз ерекшеленеміз басқа сулардан. Дәрігерлер әр адамға өз салмағы мен бойына қарай су ішіп отыруды ұсынады. Сонда ғана ағзада тепе-теңдік сақталып, денсаулығы жақсы болмақ. Нұрдәулет Сыздық, Бақтыгерей Оразхан, Түркістан 24.
Қазығұрт өңірінде Көктөбе ана бұлақ деген атпен танымал бұлақ бар. Қазақстан мен Өзбекстанның түкпір-түкпірінен бұл су туралы жұрт аузынан естіп іздеп келетіндер көп. Оның мыңдаған ауру түрлеріне шипалығы туралы халық аузында аңызға айналған әңгіме де жетеді. Осы аңызға айналған бұлақтың суын қазір Шымкенттен сатып алуға болады екен. Көктөбе ана бұлақ емдік ауыз суынан дертіне шипа тапқандардың бірі Әлия Исмағұлова. Мың бұлағы бар Түлкібастың тұрғыны емдік су үшін Шымкентке келеді екен. Оның өт қалтасында тас толып талма ауруына ұласыпты. Дәрігерлер ота жасаймыз дегенде емдік су ішуге ниет етіпті. Ниеті қабыл болып, бұл күні денсаулығы қалпына келген. Бір жыл солай ауырып жүргем, приступ беретін. Әр приступ бергенде бір өліп тірілетінмін. Содан кейін сол отаға жатамау деп ойлап жүргенде тиктоктан көрдім бірінші. Тиктоктан көрдім, сендім өзім, Алладан шипа сұрадым. Бірінші алғанымда 4 баклашка алдым. Содан кейін жақсы болғаннан кейін алып жатырмын қайта. Уже екінші рет, үшінші рет 20 баклашкадей болып қалды алғаныма 5 литрліктен. 2 айдай болды жатқаныма. Нәтижесі жақсы. Мен әлі озыға түскен жоқпын. Бірақ сол приступ тоқтады менде. Мені қуантатыны сол. Емдік су Алматыдағы Республикалық ішкі аурулар және кардиологиялық зерттеулер институтынан зерделеуден өтіп, қорытындысын алған. Қасиетті су жүрек қан тамырлары, асқазан, бауыр, бүйрек, өт жолдарына таптырмайтын шипа. Сонымен қатар қант диабеті, зат алмасу, эндокриндік жүйе, несіп секілді түрлі ауруларға ем. Табиғи құраммен ешқандай қоспасыз шығып жатқан бұлақтың суы. Енді бұл суды ғылыми институтта зерттелініп, яғни Алматы қаласындағы кардиология және ішкі аурулар институтында жыл сайын өткізіліп отырады. Сол жердің заключениесімен, яғни қорытындысымен емдік мақсатында пайдалануға беріледі. Яғни жыл сайын зерттелініп отырады құрамы. Толықтай барлығы заңды түрде зерттелінген, рұқсат берілген. Бұл суды ішкен науқастар 15-20 күнде алғашқы нәтиже береді дейді. Өз тәртіппен пайдаланса дертке шипасы зор. Бағасы да аса қымбат емес. Емдік табиғи суды Шымкенттің 2 жерінен алуға болады. Бірі Қазыбек би 176 үйде, екіншісі Бекжан автобекеті маңында сатылады. Кенжехан Дүйсенбай, Рұстем, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.